2019 жылдың 28 маусымы күні Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде бітіруші түлектерге арналған біліммен болашаққа диплом тапсыру рәсімі болып өтті. Салтанатты шараны құттықтау сөзімен университет ректоры профессор Такир Оспанұлы Балықбаев ашты. Құрметті қонақтар, құрметті университет ұстаздары, әріптестер, біз барлығымыз үшін бүгін ерекше салтанатты күн. Себебі біз университетіміздің Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 1800-ге тарта түлегіне университет дипломын табыс ету шарасына келіп отырмыз. Осы салтанатты шараға қош келдіңіздер. Баршаңызды осындай қуанышты күнмен құттықтаймын, және алдарыңызда бақытты сәттер көп болсын. Құрметті түлектер, бүгін сіздер қазақ еліндегі тұңғыш жоғарғы оқу орны, 90 жылдық тарихы бар атақты Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетін бітіріп, өмірге жолдама алғалы отырсыздар. Құрметті түлектер, сіздер еліміздің қай қиырына барып, еңбек аралассаңыздар да, атақты Абай атындағы университеттердің түлектер екендеріңізді өз істеріңізбен дәлелдейтіндеріңізге біз сенімдіміз. Қазіргі эволюциялық дамуға бет бұрған кезеңде санамыз ісімізден озып жүрді, яғни одан бұрын жаңғырып отыруы тиіс. Сондықтан сіздердің алдарыңызда ұлттық университетте алған білімдеріңізді кәсіби тұрғыдан жетілдіре отырып, ескі мен жаңаны ұштастырып тәжірибеде тиімді қолдану міндеті тұр. Алға қойған міндеттеріңізді адал орындап, ұлттық университетіміздің абыройын асқақтататын, ел игілігі үшін еңбек ететін маман болатындарыңызға шек келтірмейміз. Дара жол қалған бағыттарыңызды таймай, биік белестер мен асқар асуларыңызды бағындырып, үлгілі ұстаз болуларыңызға шын жүректен тілектеспіз. Ақ жол сіздерге, жас маман. Сонымен қатар ректор биылғы жылы университетті 1250 бакалавр, 504 магистр, 54 PhD докторы, барлығы 1808 түлек бітіріп, үлкен еңбек жолына қадам басқалы отырғанын атап өтті. Шараға арнайы шақырылған Франция Республикасының бас консулы Алексис Шахтахтинский, университет жанынан ашылған Сорбонна Қазақстан институтының қазіргі күндегі жеткен жетістіктері мен алдағы жоспарымен таныстырды. Шара диплом табыстау рәсімімен жалғасын тапты. Қара шаңырақ білім ордасын тәмамдаған 182 түлекке үздік диплом және 1626 бітірушіге көк диплом салтанатты түрде табысталды. Салтанатты жиында Қазақстан-Француз біріккен білім беру бағдарламасымен оқыған Сорбонна Қазақстан институтының 16 түлегі сертификаттармен марапатталды. Сондай-ақ Гаудеамус халықаралық студенттер әнұраны шырқалды. Ресми шарадан соң барша түлектер үшін қазақ эстрада жұлдыздары Ситора Назарова, Ахан Отыншиев, Мұхтар Ханзада, Салтанат мемлекеттік би ансамблінің және университет өнерпаздарының қатысуымен концерттік бағдарлама ұсынылды. Салтанатты шара жастар би кешіне ұласты. Жалпы шараға 2000-нан астам түлек және 3000-ға жуық қонақтар мен ата-аналар қатысты.